Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, дүкендегіден де керемет болып шығатын осындай рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттар май, жұмыртқа, сүт, қант, қопсытқыш, ұн қажет. Алдымен жұмыртқамызды ағы мен сарыуызын осылай бөліп аламыз. Ақ уызын осылай миксерлейміз. Қанттың жартысын сала отырып, осылай миксерлейміз. Неге бізде осындай масса пайда болды? Аппақ. Енді сарыуыздың үстіне шым-шым ғана тұз саламыз. Май, күнбағыс майы, сүт, бөлме температурасындағы жылы сүт, қалған қант салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп, ұнды саламыз. Бәрін бірдей салмаймыз, бөліп-бөліп саламыз. Біздің массамыз дайын. Дайын массамыздың үстіне алдын ала дайындалған осындай ақ уызымызды саламыз. Лопатканың көмегімен осылай қатты үстінен баспай араластырамыз. Егер сізде лопатка жоқ болса, қасықпен араластырсаңыздар да болады. Неке массамыз дайын. Дайын массамыздың шетінен 2 қасық көлемінде, 2 ас қасық көлемінде осылай аламыз. 1 ас қасық какаоға араластырамыз. Дайын массамызды листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай құямыз. Бір текіс қылып осылай жағамыз. Алдын ала дайындалған осындай массамызды кондитерлік қапшыққа құйып, осылай өрнек қылып сызамыз видеодағыдай. Осындай шпажканың көмегімен видеодағыдай гүл жасаймыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай гүл қылып жасасаңыз болады, әйтпесе басқа да өрнектер салсаңыз болады. Ол енді өзіңіздің қалауыңызға қарай.
Қызып тұрған 180 градустық пеште 15-20 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын. Ыстықтай осындай сүлгінің үстіне осылай қоямыз. Қағаздан босатамыз. Видеодағыдай ыстықтай осылай ораймыз. Толық суығанын күтіп, 20 минуттай қойып қоямыз. Бізде 20 минут уақыт өтті. Мінекей, бізде өзінің қалыбын сақтап, осылай домаланып тұрды. Енді мен үстіне варенье сгущенка жақтым. Сіздер варенье, әртүрлі джем, тосап, қаймақ, крем, әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Оның үстіне греческий орехты осылай ұнтақтап, сеуіп шықтым. Қалауларыңызға қарай әртүрлі заттар салсаңыздар болады. Шоколад салсаңыздар да болады. Енді осылай видеодағыдай ораймыз. Холодильникке қойып қоямыз 20 минутқа. Мінекей, 20 минут уақыт өтті. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздар, қандай керемет болып, дайын болып шықты. Өте әдемі болып кесіледі. Сыртындағы гүлін қараңыздаршы, қандай керемет, көз тартып тұрады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай балаларыңызға, жақындарыңызға дайындап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады, қарапайым дайындалады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.